көлікте намаз оқу мәселесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аттың үстінде тек қана нәпіл намаздарды оқығандығы тарихымызда бар. Парыз намаздарды тоқтап түсіп оқығандығы бар. Осыған қарай айтылатын нәрселер, жалпы үкім көлікте намаз оқылмайды. Жалпы үкім дейік. Пойызда болмайды. Мен айтып отырмын ғой, көлік, бүкіл көлікте намаз оқылмайды. Жалпы үкімді айтып отырмын. Енді бірақ дарурат тубихул махдурат деген исламда қағида бар. Сол қағидаға қарай зәру істер кезінде машаққа бар нәрсе бар. Тағы да бір қағида бар. Шариғатта бір қандай да бір ауырлық келетін болса, сол жеңілдікті шақырады деген ереже бар. Құран-ы Кәримнің мына бір аятына қарай, Алла тағала сіздердің қолдарыңыздан келмейтін істі бұйырмады дейді. Құран-ы Кәримде тағы бір аят бар. Өлексе етін жеу туралы айтылған. Сіз сапарға шыққан кезде өліп қалмас үшін доңыз етін жеу туралы айтылатын. Осындай аяттарды қосып айтатын мәселе, сіз егер общественный транспортта болып, көпшілік қоғамдық көлікте болып, сіз оны тоқтатуға шамаңыз жетпесе, сіз намазыңызды сол көлікте оқисыз. Самолет, поезд, автобустарды айтып жатырмын. Такси емес, бауырлар. Жеңіл көлікті айтпаймын. Жеңіл көлік ол мәселе тоқтатуға болатын нәрсе. 3 адам, 4 адам отырады, 3 адамды көндіре аласыз. Ана автобустағы 50 адамның бәріне жалпы шыққаннан гөрі да. Бірақ автобустың мәселесі сәл бөлектеу. Өйткені егер дұрыс есептей білсеңіз, автобус бәрібір дәретке тоқтайды. Және бір 10 минут, 5 минут уақыт беріледі сол жерде. Егер сондай дәретханаға, шоферға айтып, бір уақытын кішкентай дұрыстасаңыз, тоқтайды, жұрттың бәрі өзі бейшараны бір шайтанның бір жерін тартқыштар жүгіріп аузына салады, жаңағы нәрсесін шайтанның, жаңағы сол бейшаралар аузына салып соскасын сорып тұрған кезінде сіз намазыңызды оқып аласыз. Сосын айтатыным. Ал пойызда сіз олай тоқтата алмайсыз, және станцияда да ондай уақыт таба алмайсыз. Самолетте де дәл солай. Сізге ешкім парашют бермейді, барып түсіп оқып келіңіз деп. Осындай жағдай болғаннан кейін сіз ғұламалардың, осы қазіргі дәуірдің ғалымдарының бір ауыздан айтылғандығы пойызда, самолетте намаз оқылады. Бірақ бір ғана талас бар, тұрып оқимыз ба, отырып оқимыз ба деген талас балы. Ол жерде жаңалдегі тұрып оқыған абзалырақ болады, отырып има ишарамен оқығаннан. Бірақ адам өмірі одан маңыздырақ болады, біліңіздер. Адам өмірі маңыздырақ болады. Егер сіздің жағдайыңыз, күш қуатыңыз тұрып оқуға жетсе ғана оқи аласыз. Мысалы дейік, енді 40-тан ассаңыз, сіз үйтіп оқымағаныңыз абзалырақ. Мүмкін жүрегіңіз қысылады, давлениеңіз болады, аяғыңыз дірілдеп қалса, сіз сәжде қылмайсыз, жаңағыдегі бір нәрсенің қырына соғып аласыз бір жерлеріңіз. Ол намаз болмайды, одан кейін ыңырау болады ол жерлер, ыңырсу болады ол жерде. Құран оқымайсыз. Сол сияқты нәрсе, өзіңізге сақ болыңыз, шамаңыз жеткенше, яғни өйткені сіз көлік болғасын жүріп бара жатыр. Оған айтатын нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Аттың басын ұстап келе жатып, жүгенді жібермеңдер деген сөздері бар пайғамбарымыздың. Жаңағыдегі бұл пайғамбарымыздың бұл айтқан әшейін қарапайым нәрсе деп ойламаңыз. Бұл деген сөз, мысалы анау рөлді машинаның ұстап келе жатып, екі қолды бос қойып, ұшып келетін жігіттерге айтылатын нәрседе бұл нәрсе бар. Ол өйткені адамның өмірін сақтау үшін айтылған нәрсе. Пайғамбарымыздың қару жөнінде, басқа жөнінде, осындай техника безопасность жөнінде айтқан хадистер өте көп. Сол нәрсеге ұқыпты болыңыздар.